Сәлеметсіздер ме? Менің атым Серікбай Нұржанат. Мен Бейімбет Майлин атындағы номері 3-ші жалпы орта білім беретін мектептің 8-ші Б сынып оқушысы боламын. Және де мен бүгін сіздерге егер мен президент болсам не істейтінім жайлы айтатын боламын. Егер мен президент болсам, мен өз елімді көркейтуге барынша атсалысар едім. Бірінші кезекте мен еліміздегі білім сапасын жақсартқым келеді. Және де оған себебі біздің келер ұрпақ білімді болуы керек. Екінші кезекте мен тұрғындардың, халықтың нақты тұрақты жұмыс орны табысы болу үшін кәсіпорындар, фабрикалар, жұмыс орындарын ашатын едім. Келесі кезекте мен өз елімнің экология жағынан таза болғанын қалаймын. Және де мен тұрмыстық қалдықтарды, яғни қоқыстарды жай лақтыруға жол бермейтін боламын. Бәріміз білетіндей, бұның барлығы экологияға, табиғатқа зиян болып табылады. Және де мен айтып өтердей табиғи өнімдерді көбейтетін боламын. Саяси түрде ең маңызды істердің бірі ол басқа елдермен жақсы қарым-қатынаста болу. Егер де мен президент болсам, мен басқа елдермен достық қарым-қатынаста келісім-шарттарды көбінен жасайтын едім. Себебі менің ойымша біз сияқты дамыған елде, дамыған заманда соғысқа орын жоқ. Бұл біздің елді одан сайын көркейтуге арналған шаралар тізімі болатын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.